Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 92-ші сабақ болымды және болымсыз етістік тақырыбын жалғастыратын боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 36-шы жаттығуға қараймыз. Ребусты шеш, ол кісі туралы не білетініңді айт. Ребуста бізде 4, лақ, елік, 5 және иненің суреті берілген. Бізге қажетсіз әріптерді алып тастаған кезде бізде ребустың шешуі төле би шығады екен. Ал енді ол туралы білетінімізді айтайық. Төле би қазақтың қоғам қайраткері, шешен, ұлы жүздің бас биі. Қазыбек Әйтеке бидің қолдауымен 300-ге төбе би болып сайланған. 37-ші жаттығу мәтінді оқы. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері, ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық, шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі Қазыбек бимен, кіші жүздің биі Әйтекемен бірге әз тәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер халық арасында кең тараған. Мәтіннің авторы Тойшыбек Иенұлы. Ал енді мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Төле бидің кім екенін айт. Ол билікке неше жасынан бастап араласты дейді. Балалар, Төле би бұл қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері. Ол 15-20 жасынан билікке араласты. Төле би кімнің кеңесшісі болды? Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің дейді. Балалар, ол әз тәукенің басты кеңесшісі болған. Ал енді нақыл сөздері: халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді деп жазсақ болады. Төле би хан болды ма? Мәтіннен тірек сөздерді тауып көр дейді. Балалар, Төле би хан болған жоқ. Тірек сөздер: төле би, шешен, қоғам қайраткері, ұлы жүз, сауатты, оқыған, 15-20 жас, елге танылған, әз тәуке, кеңесші, нақыл, мәтел сөздер деп құрастырсақ болады. Ал енді балалар, 38-ші жаттығуға қараймыз. Батаны жатқа жаз. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Авторы Төле би. Ал енді балалар, тапсырма орындаймыз. Батадағы әр сөйлемнің мағынасын топта талқыла, қарамен жазылған сөздердің мағынасын сөздік арқылы анықта дейді. Балалар, бұл батада Төле би адамды тек өз отбасының ғана емес, тұтас елдің қамын ойлайтын азамат болуға шақырды. Өзімшіл болма, халыққа қызмет ет, көпке пайдаңды тигіз деген мағынада айтылған. Ал енді санасы елдің ақылшысы, данасы барша жұртқа ақыл айтып, жол көрсететін кемеңгер, қолдың көпшілікке басшы бол деген мағынада айтылған болуы керек. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.